Сәлем достар, бүгін сіздермен итальяндық паста карбонара дайындайтын боламыз. Достар, менің парақшама тіркеліп отырыңыздар, менің каналымнан өте дәмді тағамдардың рецепттерін таба аласыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар. Алдымен макаронымызды пісіру үшін суымызды қайнатып аламыз. Судың үстіне бір ас қасық тұз қосып, қайнағанын күтеміз. Суымыз қайнағанша тауық етін жақсылап жуып аламыз, және де оны 4 бұрышты қылып кесіп қоямыз. Отымызды жағып, ыдысымызға сұйық майды құйып, қыздырамыз. Содан соң үстіне тауығымызды саламыз да қуыратын боламыз. Мен үшін тауық пен сарымсақ өте жақсы үйлеседі, сондықтан сарымсағымызды тазалап, кішкене бөлшектерге турап, тауығымыздың үстіне қосатын боламыз. Жалпы бұл тағам өте тез дайындалады және де өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі. Тауығымызды екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Бұл кезде суымыз да қайнады, қайнап тұрған суымызға макаронымызды саламыз. Мендегі макарон спагетти. Макаронымыз пісіп жатқанда, макарон шамамен 10 минутта пісіп болады. Бұл кезде біз сырымызды, ірімшігімізді аламыз. Міндетті түрде пармезан болу қажет. Сырды теркіден өткізуіңізге болады, немесе осындай қылдырып, ұзынша қылып кесіп жууыңызға болады. Тауыққа соус дайындайтын боламыз. Ірімшікті осындай шұңғыл ыдысқа салып аламыз. Үстінен сливки құятын боламыз. Сливки жылы болуы қажет. Және тұз бен қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Тауығымыз жақсылап қуырылды. Үстінен кішкене тұз бен кішкене қара бұрыш себеміз, себебі соусымызда да тұз бен қара бұрыш бар. Тауықтың үстіне соусымызды ақырындап құямыз. Және құпия ингредиент бұл жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаны ақырындап жарып, сарысы мен ағын бөліп алып, тек жұмыртқаның сарысын қолданатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып аламыз және де тауықтың үстінен құямыз. Және біркелкі болуы үшін бәрін жақсылап араластырамыз. Осы тауықтың үстіне макаронымыз пісіп жатқан судан 2-3 ожау су алып, үстінен құямыз. Тағамымыз дайын болды. Енді макаронның суын төгіп, барлық макаронды соустың үстіне салып араластыруға болады. Немесе 1-2 адамға салып жатсаңыз, осылай макаронның өзін бөлек алып, соусымызға былғап, тарелкамызға порционно салуға болады. Осындай керемет дәмді тағам дайын болды. Міндетті түрде жақындарыңызға дайындап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.